Ади парашюттан учулардан сакылган ашыржылар янны межгулиятны тапканлар. Без джампинг юксек коркуну бергенлер үчүн. Көкеп бакан жерден парашют эле түшмеги эр тежрибелі спортчы были истемес. Украин мутихасыз бейсерлер үчүн коркы yok. Адамлар учуунен зе калып кейф чекелер. Бейс джампинг мераклы мажарадыр. Туғанларым мені дiri қанлы деп саялар, ләкин олар менің үшін қол тұталар, чүнки бейс джампинг менің яшайыш тарзым олам. Для меня экстрим, прыжки с парашютом, катание на лыжах, все, чем занимаюсь. Менің үшін экстрим, парашют или тушу, бізім тақымы соғрашқан шәлернен яшайыш тарзы, тақып ве илхам еткен суреті. Бейс джампер аббревиатурадыр. Билдинг, антенна, спан, ве топрақ. О күпірлерден, кранлардан тушублері. И земля. Это прыжки со статичных объектов, с мостов, кранов, антенн. Бейс джампингның тарихы да 1700 сенелерден башлана. Ләкин бейс джампинг анламы 1978 сенеде пейда олған. Конкретно понятие бейс-джампинг появилось в 1978 году. Его изобрел Карл Бенеш, француз. Он со скалы Эль-Капитан. Оны Карл Бенеш яратқан. О қаледен парашют ile достларнен атланған еді. О вақыт бұл анлам пейда олған. Бейс-джампинг появился в 2001 году. Украинада бейс-джампинг 2001 сенеде пейда олған. Бе айны о заман Алексей Шаратник Украинада өз ilk бейс атлануыны кечірген. Бұл андан 16 ел кечкен. Бе о вақыт девамында бейс-джампинг фаал суреті инкишаф еткен еді. Кто занимается бейс-джампингом. Мы прыгаем в Киеве с домов, с крана. Бізім тақымымыз бейс-джампингнен оғрашқан. Белки тек бір. Біз Киевде евлерден, қалелерден атланамыз. Пловск евіміздің қатырлайсын мы? 160 метр, ән юксек. Біз ондан атлана едік. Сен юқлап қалдың. Бізде оператор бар еді. Яқшы кірдік ве ершіні гүзел яптық. Вошли и круто все выполнили. З самого дитинства я лазила по деревах, а також я лазила по дахах будинків. Балалықтан мен тіреклерде тұрмашайдым, да евдамларда тұрмашайдым, ве мен оны пек бегенедім. Мен евден ашаға бақмаға севейдім. Андан ел уфургенде сенің сачларын көтіріле, ве мен бұд ұйғыны бегенедім, оучуға бензейді. Ось таке відчуття. Воно було подібне на польот. У 2010 році я подивилась ролик на YouTube із Джебом Корлісом, який летів у каньйоні. 2010 сенеде мен YouTube'та Джеб Корлиснен видеоны бақтым. О каньонда учайды ве мен де ойле учмаға істедім. Бұндан сон о бір йолғаныны анладым. Бөле учмақ үшін оны кечмеге керек. АФФ программасыны кечтім. Сон чоқ антылайдым. Да вингсюнте учқаныдым. Ветек бұндан сон бейс-джампингте кечмеге мүмкін олған. Після того можна було приступити до бейс-джампінгу. В 2007 мне подарили прыжок с парашютом на день рождения. 2007 сенеде мана доған күніме парашютын тұлывны идея оларақ еткелер. Беміндан менің учув авеслігім башланған. Мен пек бегендім ве мен онен сықча оғрашмаға башладым. Учықтан түшмеге оле қорқыншылы дегіл. 10-20 түшігінден сон қорқу дұйғысы йоқылам. Мен учықтан парашют иле түшмеге башладым. Сен бейс-джампингны кечерген балаларни күріштім ве болелекнен яваш-яваш алыштым. И так потихоньку втянулся. Прежде чем начать прыгать бейс, необходимо иметь около 300 прыжков с самолета. Бейсен түшмеге евел учақтан 300 түшім олмалы. Адам озыны раға дүйсін деп, чүнке онда парашют тәжірибесі етмей. Ойынды не yapmaға керек олғаныны біле. Да оны огреткен оджа, она техникасында фаркланларына көстеріп берір. Разницу в нюансах техники. Мой инструктор мне детально показал устройство парашюта. Менің ұжам мана парашют тәртібатны көстірген. Оның ұчақлардан түшкен парашютлерінен фарқыны. Да, парашют идаре етуінің тарафларыны оқыдық. Насыл доғры түшмектір, отырмақ үшін насыл чықмаға керек. Бұтын инжеліклер үзерінде тефсилетліжа çalışа жақмыз. Баштан, елбетті достарының қол тұтывы мұйым. Мен өзім бір вақыт түшмейім. Біз әр вақыт бері-бер келеміз. Біз бірі-біріміз үшін қол тұтамыз. Мы все друг друга поддерживаем. Когда я первый раз
лез на кран ночью в городе. Я думал о том, Мен кранга ilk sefer көтерілгенде, геже, шерде мен баштан бу алетні кимге сатмаға деп түшіндім. Мен пек қорқайдым. Әлбетте ки, бу атланулардан сон дuygularının азлаша ве сен оны эминликнен қасеветленмейіп етесін. Очень хорошее впечатление, потому что это полет. Конечно. Ама бір яхшы тесир, чүнки учув. Әлбетте, бір спортта, бейсджампингте де кемерде бекленмеген шейлер пейда олабыле. Айны онда мультихасыслық көріне. Идман севиесі оны бежермеге ярдым еткенде, mesela бір сефер Италияда дағлардан атланайды. Бешідетлі ел олғаныды. Мен ерлешув мейданына келіп оламадым. Оның үшін тәреклер, чеберлер ве ташар арасында отырмаға мечбол қалдым. Ама мен парашютны яхшы идаре еткеніне көре, мен япып олдым. Я учился хорошо пилотировать парашют. У меня получилось. Зараз у мене 500 стрибків з літака і біля 100 стрибків без джампу. Шымда менде учақтан 500 атлану бар. Ве бейджампингте 100 атлануға якын. Парашютнен ilk түшімлерім инанылмаз. Бірче олмаған еділер. Чүнке мен винюксыз түшейдім. Мен дағларда учмаға арзу етейдім. Учақтан оле мераклы олмаған еді. Потрібно було пройти для того, щоб я могла потім літати в горах. Ама мен дағларда уча білген үшін бұл yolunu кешмеге керек олған едім. Мен әрчок дағларда атланмаға бегенем. Чүнге анда манзалара бек güzel. Мен фотограф ве бұтын бұл güzellikni сейретмеге севем. Да мен күнеждығымда ве күн батқанда атланмаға севем. Сен четте тұрып, бұтын бұл güzellikni izlейсін. Sonra сен атланасың. Я деякий час мовчки стою і дивлюся. Мен четке келем, базы вақыт индемей, сусып ашаға бақам. Sonra бір шей ола ве менің фікірлерім явашлаталар. Вешімді атланмаға мүмкін олғанını дуям. От зараз можна стрибати. Один із таких гарних стрибків. Более яхшы атанулардан бірі Норвегиядыр. Біз учан суының янында ашаға түшейдік. Дағдан атланасың. Sonra учан суының янында учасың. Сув сенің бетіне фышқырам. Кечіп учасың бе бұл güzellikni сейір етесің. Американцы и европейцы считают, что прыгать акробатику в городе с объекта высотой 100-120 метров. Америкалылар түшінелер ки, шерде 100-120 метрден түшмеге делешей. Ләкин біздің etrafımızda 300-400 yüksекте объектлеріміз жоқ. Оның үшін бізде 100-120 метрден түшмеге бегенелер. Ади акробатик элементлері дегіл. Ен ағыр, оларда түрікнің беден ижра етуі дегілді рухи инжелігім. Сана көрілмеген ерге айланмаға керек олғанда, сен көрмейсің о ерні. Ты не видишь. К прыжкам готовимся долго и тщательно. Все начинается с того, что мы осматриваем место. Атлануларға чоқ вақыт ве интулувен азырланамыз. Әрші біз еріні тәтқіқ еткенден башланам. Yüksegіліні өлчейміз. Ава ареретіні бақып чықамыз. Гүзел авауса біз барып атланамыз. Я єдина дівчина. Bizim taqımızda men bir qız olam ve men beyjampinkte qadın hareketlеріні көрсетмеге isteyim. Men festanda ve okçilerde atlanmağa niyetlenem. Aerodinamik boruda men onu endi yaptım. Зробила. В мире развивается практика проведения бейс-ивентов, например, в Колор. Dünyada beyjamпинг tertibatı inkişaf ete. Mesela Kuala Lumpur'da yıllık festivali ötkərili. Bütün dünyada sportsmenlerinin çoxusu anda kete ve 300 metreli yüksekten akrobatik atlanuvunu yapalar. Her şey kameraga çıkarıla ve son rolik çıkarıla ve adamlar onu yapkanda gerçekten de ayrıca kalıp ilhamlandıralar. Bizim takımımız Ukrayna'da beyjamпингni inkişaf etmege tırışa ve Kiev'de ilk beyz festivalini ötkərilmege niyetlenemiz.